Қайырлы күн оқушылар, бүгін 4-ші сынып жаратылыстану электр тоғын қандай денелер өткізеді. Бүгінгі сабақта балалар электр тоғын өткізетін және өткізбейтін заттармен танысасың. Түрлі материалдардың электр тоғын өткізуін зерттейсің. Тірек сөздер: электр өткізгіш, электр оқшаулағыш. Электр туралы не білеміз, балалар? Өз бойынан электр тоғын өткізетін денелер электр өткізгіштер, ал өткізбейтіндер электр оқшаулағыштар деп аталады. Электр тоғын өткізбейтіндер, яғни оқшаулағыштарға шыны, пластмасса, фарфор және резинка жатады. Заттардың осы қасиеттерін күнделікті өмірде қолданады. Мысалы, шамдардың сырты шыныдан, ал электр құрылғыларының сырты пластмассадан жасалады. Ал өткізгіш сымның сыртын резинкамен қаптайды. Электр тоғын ең жақсы өткізетін металл күміс, бірақ бұл металл өте қымбат. Сондықтан электр тоғын тасымалдау үшін сымды мыстан, алюминийден жасайды. Алюминий мысқа қарағанда электрді нашар өткізеді, бірақ үйге, ғимаратқа, зауыт пен фабрикаларға электр тоғын жеткізу үшін алюминийді қолданады. Себебі алюминий мысқа қарағанда арзан. Білесіздер ме, балалар, электр тоғы жақсы өткізетін заттар мен материалдар жылуды да жақсы өткізеді. Осындай қасиеті қолданылатын электр құрылғылары туралы таныстырылым жаса. Есте сақтаңыздар, балалар. Электр сымның ашық жерін қолмен ұстауға болмайды. Себебі сенің денең де жақсы өткізгіш болып табылады. Жарайсыздар, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.